Баршаға сәлем достар. Бүгін сіздерге упипай тортының оңай рецептін көрсететін боламын. Осындай керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге 4 жұмыртқаға шекерімізді қосып, миксермен жақсылап араластырып алатын боламыз. Шамамен 3-4 минуттай миксерлейміз. Құм шекеріміз толық осылай еріп шығуы керек. Сосын біз осыған шоколад пен сары майымызды водяной баняға қойып ертіп аламыз. Бұны біз ертіп алғаннан кейін кішкене 1-2 минуттай суытып, сосын барып қосатын боламыз. Міне 1-2 минуттай менде суып тұрды. Ыстықтай қосатын болсаңыздар, біздің жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін, және де қосқаннан кейін дереу араластыруымыз керек. Енді осының үстіне ұнымыз, мына жерде менде ұн, какао және де қопсытқыш, осы үшеуін електен өткізіп, осындай бір келкі масса осындай болып шығу керек. Енді осыны 180-190 градуста пісіріп аламыз. Ол үшін бізге осындай пергамент қағаз керек. Осындай қалыпқа салып, ішін ойық етіп аламыз. Сонда біздің массамыз біркелкі болады. Егер бұндай болмаса, дөңгелек етіп қаламмен сызып алсаңыздар да болады. 4 бөлікке бөліп осылай пісіретін боламыз. Осылай 4-еуінде ойып алдым. Енді осыған массамызды құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 7-8 минутта піседі. Қарап тұрамыз, себебі өте тез піседі. Күйдіріп алмауымыз керек. Барлығын осылай тең бөлікке бөліп алып пісіріп аламыз. Міне барлығы пісті. Енді біз бұларды дөңгелек етіп, кез келген үйіңізде не бар, қалып па, осындай қақпақ па, дәл осылай бірдей етіп кесіп аламыз. Енді кремімізге келеміз. Мына жерде менде кілегей 33-34 пайыздық мұздай бір күн, кемінде бір күн холодильникте тұру керек. Миксерді жаймен көтеріп, осылай 10-15 минуттай қозғап қоюланғанша қозғаймыз. Енді қоюланғаннан кейін қант ұнтағын, яғни сахарный пудра, осыны жаймен салып, бәрін бірдей салып жайнаймыз. 2-3 бөлікке бөліп салып, толықтай араластырып аламыз. Міне біздің креміміз дайын, осындай болу керек біздің креміміз. Енді осыны кондитерлік қапшыққа салып, қожымыздың үстіне толықтай жағып шығатын боламыз. Барлық кремімізді дәл осылай әрбір қожықтан кейін қайталайсыздар. Өте жылдам дайын болады, әрі көп уақытыңызда кетпейді, дәмі де керемет шығады. Видеом ұнаған болса, менің каналыма жазылып, колокольчикті баса кетіңіздер. Сонда менің әрбір салған видеомды бірінші болып көріп отырасыздар. Енді осының бетіне ганажымызды жасаймыз. Ол үшін бізге шоколад пен сары май осында водяной баняға қойып ертіп, кішкене суытып аламыз. Егер суытпасаңыздар, біздің кремімізді ағызып жіберу мүмкін. Енді бетін сәндейтін болсақ, кез келген фрукты болсын, шоколадтар болсын, қандай да бір үйіңізде не бар, сонымен сәндей бересіздер. Өте керемет шығады. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Айгерім. Қош сау болыңыздар.